Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Фируза. Бүгін мен сіздерге өте керемет, дәмді болып шығатын, әрі жылдам әзірленетін самса немесе пицца. Екеуі біреуінде орысша айтқанда 2 в 1 рецептпен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез дайындалады. Және менің видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қатпарлы қамыр қажет болады. Менде дайын қатпарлы қамыр. Осы қамырымызды алып, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Мен 4 бұрышты етіп бөліп алдым. Барлық қамырымызды бөліп алғаннан кейін, оқтаудың көмегімен 4 бұрышты қалпын сақтаған күйінде қамырымызды жайып шығатын боламыз. Тым жұқа етіп жаймаймыз, орташа көлемде қамырымызды жайып аламыз. Жайып болған қамырымыздың үстінен соусымызды жағамыз. Соусқа мен кетчуп пен майонезді қолдандым. Кетчуп пен майонезімізді араластырып, жағып алғаннан кейін оның үстінен үккіштен өткізілген сырымызды қосатын боламыз. Кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Сырымызды сепкеннен кейін оның үстінен туралған шұжығымызды қоятын боламыз. Және видеода көргендеріңіздей етіп, конверт тәріздес түйіп аламыз. Барлық қамырымызды дәл солай түйіп шығатын боламыз. Қамырларымыздың барлығын түйіп шыққаннан кейін, жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Және де қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің әрі пицца, әрі самсаларымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.